Баршаңызға қайырлы күн, берекелі асхан арнасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге сметанник пирогының жасалу жолын көрсететін боламын. Менімен бірге болып видеоның соңына дейін тамашалаңыздар. Ең алдымен ұнды електен өткізіп бір ыдысқа саламыз, оның үстінен қантты саламыз. Барлық ингредиенттердің массасын описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Енді үстіне қопсытқышты салып, барлығын бір араластырып алуымыз қажет болады. Содан соң үстіне бөлме температурасында тұрған 100 грамм сары майды салып, содан соң үстіне 2 жұмыртқаны саламыз. Тестоға 2 жұмыртқа салсаңыздар да жетеді, кейбіреулер 3 қосады, бірақ 2 салсаңыздар да песочный тесто болып шығады. Енді барлығын алдымен вилканың, яғни шанышқының көмегімен бір араластырып, қолымызбен сосын қамыр илеп аламыз. Болған соң пакетке салып, немесе сол ыдыстың бетін жауып 1 сағатқа міндетті түрде холодильникке қалдыруымыз қажет. Енді салмасын дайындаймыз. Қаймақ және қант, 3 жұмыртқаны бір ыдысқа салып аламыз. Қалауларыңызша ванилин қоссаңыздар болады, сахарный пудра қосуға да болады. Осы 3 ингредиенттерді салып алдым, және де жақсылап бір келкі масса болғанша араластырып алуымыз қажет болады. Көріп тұрғандарыңыздай сұйық массамыз дайын. Енді тестаны шығарамыз. 1 сағат холодильникте тұрды тоңазытқышта, яғни сосын формамызға салып, осылай қолымызбен жайып шығамыз. Сосын шанышқының көмегімен видеода көріп тұрғандарыңыздай жасап алыңыздар. Үстіне салмасын саламыз және 250 градуста пісіріп аламыз. 1 сағатқа жетпей пісті менікі. Баста піспеген сияқты болып тұруы мүмкін, бірақ 1 сағаттан кейін қатқан соң әдемі болып шығады. Шаймен ішкенге өте керемет болып кетеді. Менде форма 26 дециметр, 24-26 дециметрге жасай берсеңіздер болады. Немесе алдағы уақытта менің арнамнан дәмді пирожниларды, ыстық ерекше тағамдарды, сонымен қатар басқа да тәттілердің жасалу жолын көретін боласыздар. Сол үшін арнама тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар лайфхактармен де асханада қолданылатын ерекше әрі кездеспейтін лайфхактармен де бөліссем деп отырмын. Сондықтан да арнама тіркеліп, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар.